Әл-Мүлк сүресі. Араб тілінен Суратул Мүлк, өкімет, билеуші. Тікелей мағынасы патшалық. Қасиетті Құран кәрімнің 30 аяттан тұратын 67-ші сүресі. Бұл есім Аллах Тағаланың 99 есімдерінің бірі. Сүреде Аллах Тағаланың шексіз құдіретті күшті екені еске салынады, және кімде-кім пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ескертулерін меңземейтін болса, онда ол жаһаннамда отқа оратылатын ескертіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: Мүлк сүресін әр күні түнде оқыған кісіге Алла Тағала қабір азабын бермейді. Мүлк сүресін оқымай жатпа, сірә өлгенде қабірде жолдас болады. Әрі түні Мүлк сүресін оқыған кісі қадір түнін ғибадатпен өткізгендей сауап алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: мен Мүлк сүресінің үмбетімнен әр адамның жүрегінде болғанын жақсы көремін. Және де Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху былай дейді: Мүлк сүресін оқы, оны жатта, бала-шағаңа, көршілеріңе де үйрет. Өйткені бұл сүре азаптан құтқарушы. Оқыған кісіге Алланың жанында шапағатшы. Егер кісі оны жаттаған болса, Алладан оны тозақтан құтқаруын тілейді. Алла сол себепті оны қабір азабынан қорғайды. Мухаммад ибн Әл-Қами былай дейді: әр түні тәбәрәка, яғни Мүлк сүресін оқығаннан қабір сұрақтары сұралмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы былай дейді: Құран кәрімде 30 аяттық бір сүре бар. Кімде-кім ол сүрені ұйықтар алдында оқыса, ол кісіге 30 сауап жазылады, 30 күнәсі кешіріледі, 30 дәреже көтеріледі. Алла Тағала ол кісіге бір періште жібереді. Ол періште ол кісінің үстіне қанатын жайып, оянғанша оны барлық нәрседен қорғайды. Ол сүре қабірде өзін оқыған кісіге азап болмас үшін күреседі. Міне ол сүре Мүлк сүресі. ومد الطرف في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجواب طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب